Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін пеште пісетін сосиска в тесте, яғни қамырдағы шұжық дайындаймыз. Қамырдағы шұжықтың қамыры осылай күшті көтеріліп, жұмсақ болып піседі, ал ішіндегі шұжығы толық пісіп шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Бізге керекті заттар ол ұн, сүт, ашытқы, қант, тұз және де сұйық май қажет болады. Қажетті мөлшерлерін описаниеге жазып қоятын боламын. Ең алдымен таза ыдысқа жылы сүтті құйып, үстіне ашытқы, қант, тұзды салып, азғантай араластырамыз. Содан соң сұйық майды құйып, тағы да араластырып аламыз. Кейін үстіне 2-3 қасық ұнымызды салып, кішкене қоймалжың масса болғанша осылай беншікпен араластырып, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз әдемі көтерілді. Енді қолымызды майлап, қамырды алып, дастарханға оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Дастарханға ұнды себудің қажеті жоқ, себебі жаңа қолымызбен азғандай майлағаннан кейін қамыр дастарханға жабыспайтын болады. Қамырдың қалыңдығын шамамен 3-4 мм етіп жайып аласыздар. Қамырды жайып болғаннан кейін осылайша ұзын жолақтарға кесіп аламыз. Енді шұжықты өзінің пленкасынан босатып алып, видеодағыдай қамырға осылайша әдемілеп орап шығатын боламыз. Достар, егер менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлығын осылай орап, пергамент қағазына қойып шығатын боламыз. Енді бір жұмыртқаны араластырып, қамырдың үстіне жағып шығамыз. Сол кезде біздің піскен қамырларымыз қызарып, әдемі түсті болып шығатын болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей бізде осындай жұмсақ әрі дәмді қамырдағы шұжығымыз дайын болды. Сіздер де жанұяларыңызға осылай пісіріп берсеңіздер, қалдырмай тауысып жеп қояды деп айта аламын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.